бір мәселе, Рамазанның кезінде әйел адамдар, сослардың да сауабын айтып кетуіміз керекпіз. Рамазанның кезінде мен ойлаймын кейде, осы еркектен көрі әйел адам көбірек сауап алады ма деп. Неге десеңіз, мысал үшін, Нұржан бүгін ауызашар берейін деп жатыр. Нұржанның үйіндегі біздің қарындасымыз сенен бұрын қимылдап кетеді. Ол базарға барады, дүкенге барады, келеді да жаңағы пирогтар жасайды, ананы нені жасайды, анау жасайды, салат жасайды, мынау жасайды. Ал енді көз алдында тамақ тұрған кезде ол сен қиналасың ба? Қиналасың. Қиналған сайын оның, шыдаған сайын, сабырлық қылған сайын оның сауабы да көбейеді, қараңыз. Ал сен дайын асқа тік қасық бүкілін дайындап болғаннан кейін Нұреке суды қойып қойдың ауызашарға деген кезде барып сен тамақты көресің қарады. Ал оған дейін біздің қарындасымыз тамақтың тұзын көреді, қазаннан шыққан буменен ол мұрнына иіскейді, шегі шұрылдайды, қиналып нағыз сол сабырлық қылып қиналып Алланың алдына күйеуінің асын дайындап бергенше көп қиындықты көретін оразада сол әйел адамдар. Мен ойлаймын, сол әйел адамдар осы еркектерден көбірек сауап алады ма деп. Иншалла алады да. Сондықтан да осы әйел адамдарға да бір айтып кететін сүйінші, бұл әйел адамның оразасы бұл еркектікінен иншалла артығырақ болатын шығар. Енді Алла ғой беруші, бірақ көбірек қиналады да әйел адам. Түсініңіз ба? Сізден бұрын сіздің үйдегі менің қарындасым ол көбірек қиналады, көбірек жүгіреді, көбірек жүгіргеннен кейін бойынан жаңағы әлсірейді деген сияқты, көбірек тамақ иіскейді. Тіпті тамақтың тұзын көру бізге макрух жек көрілген негізі. Ал әйел адамға жұтпай тұзын көріп, не үшін ол жерде әйел адам күйеуі жеген кезде дұрыс тамақ ішсін деп жатыр да, қараңыз, шариғат. Сөйтіп әйел адам жұтпай түкіріп тастап, астың тұзын көруге де рұқсат етеді шариғатта, қараңыз. Сондықтан үйдегі келін, әпке қарындастарымыз иншалла сауаптың астында қалады, Құдай қаласа. Қаншама әйел кісілерге сүйінші хабар деп. Иә.